Білесіздер ме, егер Пиноккио өтірік айтса, оның мұрны өседі. Пиноккио қазір менің мұрным өседі десе не болады? Оның мұрны өспесе, ол өтірік айтқаны. Өтірік айтса, оның мұрны өсуі тиіс. Бірақ Пиноккио шындықты айтты емес пе? Оның мұрны неге өседі? Бұл құбылыс өтірікші парадоксы деп аталады. Ал енді елестетіп көрейік. Егер адамзат өтірік айтуын тоқтатса, статистика бойынша 60% ер азаматтар өз жұбайларына әділ емес. Бұдан кейін ер азаматтар өз істерін жасыра алмай әлемде ажырасу 1,5 есеге көбейеді. Егер қазір жұмыссыздар саны 197 миллионды құраса, онда бұл сан 2 есеге дейін артады. Себебі кейбір жұмысқа орналасушылар өздерінің жалған жақтарымен мақтана алмай жұмысқа орналаса алмай қалады. Бұдан саудагерлер де қатты зардап шегеді. Себебі дәл осы жерде 67% жалған сөздер айтылады. Ал мемлекеттерден қатты зардап шегетіні Қытай. Себебі бұл мемлекет өз эксперименттерімен өтірікші атанған мемлекеттердің бірі. Өтіріктің кемшілігінен тек қана адамзат қана зардап шекпейді. Адамзатпен қоса кейбір жануарлар да зардап шегеді. Мысалға алатын болсақ, қауіп төнгенде өтірік өлетін опасумдар. Олар бұлай қорғана алмай, олар мүлдем популяцияға ұшырап немесе мүлдем жоқ болып кетуі мүмкін. Кейбір түрмелерге жазасыздан жала жабылғандарға жала жабылмай әлемде қылмыс жаза азаяды. Егер қазір жылына 450 миллион қылмыс тіркелген болса, онда бұл сан бірнеше есеге төмендереді. Әлемде газеттер саны мен оқулықтар саны азаяды. Себебі әлемдегі 10 адамның 6-ы бұл газеттер мен оқулықтарға сенбейді. Бұнымен қоса биліктегі шенеуніктер халықтан шындықты жасыра алмай, оларға онымен қоса құпия мәліметтерді айтып, халықты шошытып алар еді. Достар, егер видео ұнап тағы да осындай видеоларды көргілеріңіз келсе, лүпіл басып бізді қолдаңыздар. Біздің ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшамыз сілтемемен көрсетілген. Тіркеліп лүпіл басып бізбен бірге бол. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған альянс.